Жалпы криминогендік жағдай бойынша қылмыстардың жиі орын алуы бойынша соны келіп өшіресіздермен бірге ақылдасып, талқылап, сол қылмыстың алдын алу бойынша. Асар 2 шағын ауданы Қаратау ауданында жаңадан бой көтеріп келе жатқан шағын аудандардың бірі болып табылады. Ол сервистік полиция оның ішінде. Сервистік полиция дегеніміз ол полицияның қолжетімділігі, ашықтығы, халыққа жақын болуы. Сол себептен участковый инспекторлар біздің жұмыс атқарады. Жұмыс атқарғанда бірінші сіздермен бірлесіп, сервистік полиция деген тек қана бір полиция емес, онымен бірге қоғам болып күресу керекпіз. Участковый қызметкерлеріне рахмет, участковыйларымыз ол келеді, жүр, барлығы аралап жатыр. Арыз бергенмін. Келейін, оған ашуға тергеу тобы құрылады. Бұл жерде жедел уәкілдер жұмыс жасайды. Бұл жерде кінәлауға да болады, но бірақ жақсы жағына қарау керек. Кешегі таңда адамдар мен халықтың арасында соғыс басталып кетті. Сол кезде мына кісілерге мың рахмет. Қоғамдық кеңес дегеніміз ертең жайсыз отбасы болатын болса, оны қоғамдық кеңесте қарап, жауапкершілік қаралу керек. Жаңағы балдар оқуға бармайтын, қылмысқа бейім деген жаңағы балдарды оны шақырып алып, мына қоғамдық кеңесте қарау керек. Өзінің ұсынысын беру керек. Қоғамдық кеңестің жаңағы рөлі үлкен бұл жерде. Мына бейнекамера бізге мына профилактика керек. Ауылды елді мекен осындай частный секторге камера қойдыруға, мына үлкен көшелерге камера қоямыз жақында. Қылмыскер ұсталды ғой? Қылмыскер ұсталды, заттарына қолыма тапсырып, осылайға рахметімді туралы айтайын деп. Келіп, осы халықпен жүздесіп, осы жүздесу жиі болып тұрса. Енді жаңағы сіздердің арыз шағымдарыңыз бойынша біз оны қараймыз. Бұл жерде мен тағы да келемін, сіздермен кездесеміз. Участковый инспектор сіздердің алдыңызда есеп беріп тұру керек. Жаңағы сіздердің айтып отқан арыз шағымдар бойынша мен жазып алдым. Мен жеке қылмыстық істерді көтеріп қарайтын боламыз. Қазақ елінің тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Ел аман тыныштығында шаңырақтарыңызда әр уақытта жақсылық бола берсін. Өсіп келе жатқан ұрпақтың келешегі өсіп солардың қамқоршысы болып жүре берейін.